Сәлем, сіздермен бүгін голландский панкейк жасаймыз. Біздің каналға осы қызыл кнопканы басып, подписацияны және қоңыраушаны басып, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Бізге панкейкқа 3 жұмыртқа керек. Жұмыртқаның үстіне тұз қосамыз, қант қосамыз және 250 грамм сүт қосамыз. Осыларды жақсылап араластырамыз. Бір келкі болғанша үстіне ұн қосып, тағы да араластырып, сұйықтығын дәл осы видеодағыдай қылып қалдырамыз. Әбден жақсылап араластырып болғаннан кейін табамызға құямыз. Табаға осылай құйып болып, духовкаға 180 градусқа жарты сағаттай пісіріп аламыз. Міне біздің панкейкіміз уже дайын, енді әсемдеу қалды. Ол үшін осылай мейізді үстіне себеміз және сгущенкадан жағып, тәтті болу үшін сгущенка жағамыз. Енді көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ шықты. Жегенде де дәмі ерекше бір дәмді панкейк шығады. Үйде тоже жасап көріңіздер. Рецептін астына қалдырамын. Достар, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Сондай видеолардың барлығын сіз бірінші болып көретін боласыз. Панкейк өте дәмді және әдемі болып шықты. Сіз де жасап көріңіз. Барлығыңызға ас болсын.